Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 105-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде мына өрнек y айнымалына тәуелсіз болу керек, яғни y-ге қатысты нәрсе шықпайды деп тұр. Ендеше бірінші амалды орындайық, бірінші ақшаны орындаймыз, одан кейін көбейтуді, одан кейін қосуды орындасақ, бізде y-ге қатысты нәрсе шықпау керек деп тұр. Есептің мағынасы y айнымалысына тәуелсіз болатынын көрсету қажет. Енді бірінші мына жақшаның ішін орындаймыз. Ендеше кеттік, жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішін орындаған кезде бірінші амал жақшаның ішін орындау y плюс 3-тің өзі болады. Мұнда екеуінен y-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз, сонда y минус 3 болады, минус y бөлінген, да y квадрат минус 9, ол бізде y плюс 3, y минус 3 деп жіктеледі. Енді осы жердің ортақ бөлім мынау болады бізде, яғни және y түседі. y плюс 3, y минус 3-ті ортақ бөлімге алайық. Сонда мына жерде y плюс 3 түседі, мұнда y түседі. Олай болатын болса, мынау біз y плюс 3-тің квадраты, y квадрат плюс 6y плюс 9 болады. Плюс, минус y квадрат болады. Минус y квадрат тең. Енді осы жерден плюс y квадрат пен минус y квадрат жойылады. Сонда бізде 6y плюс 9 болады. Бөлінген y плюс 3, y минус 3 болады. Мына жерден 3 шығарып жүрсек, 2y плюс 3 болады. Бірақ ештеме өзгермейді, сол күйінше қалдыра салайық. Енді не істейміз? Енді осыны мынаны шығара салайық. Тең, мына жерден 3-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсек, 2y плюс 3 болады. Бөлінген y плюс 3, y минус 3, яғни жақшаның ішінен бізде осы шығады. Енді мынаны сол жақшадан шыққанға көбейту керек. Екінші амал, бізде мына екеуінен y жақшаның сыртына шығарып жіберсек, y плюс 3 болады. Бөлінген мына екеуі 2y минус 3 плюс 3 бола берсін, көбейту. Енді бізде жақшаның ішінен жаңа 3, 2y плюс 3 бөлінген y плюс 3, y минус 3 шыққан болатын. Енді осы жерден қысқартайық. Мен мұнамен мынау қысқарады екен, мұнамен мынау қысқарады, y пен y қысқарады. Сонда бізде бөлшектің алымынан 3 қана қалады, бөлшектің бөлімімен y минус 3 қалады. Енді біз осыны мынаған қосамыз, яғни үшінші амал y бөлінген 3 минус y. Енді мына жерден минусты жақшаның сыртына шығарып жіберіп жазатын болсақ, минус 3 бөлінген y минус 3 болып өзгеріп кетеді. Мынаның таңбалары өзгеріп кетеді. Сонда минус 3 бөлінген y минус 3 болады. Осыны не істейміз? Мына жерге қоямыз, енді қосу минус 3 бөлінген y минус 3 деп. Енді плюс пен минус болып кетеді. Кешіріңдер, мына 3 минус y. Мына орын ауысу керек қой. 3 минус y деп. Неге? Себебі минус жақшаның сыртына шығарып жібердім ғой. Сонда мына екеуінен y бөлінген 3 минус y минус 3 бөлінген 3 минус y. Ортақ бөлім 3 минус y-тің өзі болады. Мұнда 1 түседі, мұнда 1 түседі. Ол бізде y минус 3 болады. Енді мұна екеуі ұқсайды, бірақ қысқармайды. Ол қысқарту үшін мынада минус шығарып жіберейін. Минус шығарып жүрсем 3 минус y болады. Мына жерде 3 минус y болады. Сонда мына қысқарып кетеді. Сонда есептің жауабы тек қана минус 1 болады. Демек, y-ге ешқандай тәуелсіз, тек қана қандай да бір сан шықты. Амалды орындағанда, демек бұл y айнымалысына тәуелсіз. Сонымен есептің шығару жолы осындай. Егер есептің шығару жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.